Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Сәл тамағым ауырып, осы уақытқа дейін видео жариялай алмай қалдым. Түсіністікпен күткендеріңізге рахмет. Әлі де тамағым ауру үстінде. Дегенмен де, осы каналға жазылып, менің видеомды тағаттана күтіп отырған адамдарға тек қана алғысымды білдіремін. Осы каналға жазылып, лайк басып отырғандар, тылсым әлемді, жалпы адамзаттың оянуына ықпал етіп жатқандарыңызды ұмытпаңыздар. Сіздерге алғысым шексіз. Қасиет жолы да, ізденіс жолы да ешкімге оңай емес. Әр адамның жүрегінде өзін жолға салған өз мұңы, өз сынағы бар. Материалдық күйбеңмен басталған талпыныс түптің түбінде Құдай берген табиғи қасиетке жетелейді. Өйткені ғаламның жоспары біз ойлағаннан әлдеқайда терең. Пенделік көзбен ақша мен мансапты іздейміз. Бірақ сол ізденіс кейде әуелде ойламаған тылсым әрі терең әлемге жетелеп әкетеді. Бұл жаратқанның өз қолымен өрген жолы. Егер өмірде бәрі мінсіз болса, ешкім рухани ізденіске түспес еді. Сол себептен бізді біріктірген бір ұлы жоспар, бір ояну, бір ізденіс, бір қасиет, бір рухтың жолы. Қазір көп адам жыландарды көруде. Бұл кездейсоқтық емес. Жылан тылсымның биік өлшемінен келген, өз өркениеті мен өз планетасы бар кемел жаратылыс. Біз оның суық түрінен қорқамыз, бірақ оның фото, видео тылсымнан, табиғаттан көрінуі аса терең рухани белгінің реті. Жаппай көрініп жүрген жылан бейнелері табиғатта да, елестерде де, түстерде де байқалуда. Жыланның аяқталып, жаңа жолдың ашылғанының нышаны. Бұл адамзатты кемелдікке көтеретін құдіретті кезеңнің белгісі. Ежелде адамзат өркениетіне дейінгі Ари 15 расасы жер бетінде өмір сүрген шақта адамның шынайылығын, жүрегінің тазалығын тексеретін жалғыз жаратылыс жыландар болған деседі. Егер тіршілік иесінің жүрегі таза, ниеті жарық болса, оның мыңдаған жыланның ортасына салса да біреу де шақпай өткен. Өйткені жылан көзбен емес, жүрекпен көреді. Адамның санасын, ішкі діріл вибрациясын оқи алатын ерекше қасиетке ие тылсым жаратылыс. 2025 жыл жылан жылы, кемелдік жылы. Сол себепті биыл әр адам өзінің ішкі қабатын ашып, сындарлы жағдайлар арқылы рухани өсуге бет алуда. Кімде-кім ауыр кезеңдерден өтті, ол босқа емес. Жылан энергиясы тереңдікті, адамның өз шындығын тануын талап етеді. Ежелгі ғаламдық шежірелерде ғаламды тең ұстап тұрған қос жылан тұрады деп айтылады. Бірі жарықтың жыланы, бірі түннің жыланы. Екеуі де бір-бірін жоққа шығармайды. Қайта әлемдегі барлық тепе-теңдікті сақтайды. Жарық жылан рухани оянады, түн жылан көлеңкені танытады. Адам кемелдікке жету үшін екеуін де жүрегінде қабылдау керек. Жылан көрінгенде бұл екі күштің бірі адамның есігін қаққанын білдіреді. Сондықтан да жыланның белгісі қорқыныш емес, ояну, қараңғылық емес, тереңдік, қауіп емес, кемелдік. Биыл бәріміз жыл энергиясына сәйкес, ғалам энергиясына сәйкес жарығымызды да, көлеңкемізді де қабылдауды үйреткен жыл болып саналады. Назарларыңызға рахмет. Дәл осы каналға қолдау білдіре кетулеріңізді сұраймын.